Барлығына сәлем, бүгінгі видеода мен сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап бергім келіп тұр. Сұрақтарды өткендегі сұрақ-жауаптың екінші бөліміне сұрақ жазыңдар деген посттан аламын. Бір жыл бұрын дәл осындай тақырыптағы видео жасаған болатынмын. Тәжірибемнің аздығынан, подписчиктердің жоқтығынан видео хуйня шығып қалды. Ал дәл қазір сіздер жайғасып, жейтін заттарыңызды алып алыңыздар. Видео қызық болады деген ойдамын. Ал кеттік. Жасың нешеде? Жасым 16-да. Көбінесе қандай анимация жасайсың? Көбінесе слайд-шоу анимациялар жасаймын. Келесі сұрақ. Сен қай жерде тұрасың? Қаламстанда тұрамын. Сен анимацияны қандай программамен жасайсың? CapCut'пен жасаймын. Мені тегін жарнамалап бере аласың ба? Жоқ, кешір. Себебі менің каналымның дәрежесі реклама жасауға жеткен жоқ. Наука қызны танисың ба? Иә, есімде. Кім болуды армандағансың? Врач, хирург, стоматолог болуды армандаймын. Сурет салу арқылы анимация жасау ойыңда бар ма? Иә, ойымда бар. Сәлем, сенің шын атың кім? Шын атым Нұрзаман. Неге басқа ютуберлермен коллаб жасамайсың? Жасамағаны нес, мен бекарыс, Нұркен деген адамдармен коллаб жасап тастаған болатынмын. Қандай ютуберлерді көресің? Мен негізі біраз ютуберлерді қараймын. Неге Free Fire ұнамайды? Free Fire маған ұнайды негізі, міне мынау менің айдиім. 100 мың болғанда не істейсің? Бірінші жетіп көрейін, содан кейін ойластырамын. Free Fire түсіретін қандай ютуберлерді танисың? Q-Bro, Досымжан, қазақша, осыларды танимын. Үйіңде қазан бар ма? Чоза сұрақ. Үйленгенсің бе? Үйленгені нес? Қандай оқу оқисың? Биология, химия оқуын оқимын. Ютубпен неге көп айналыспайсың? Просто видео жасау ұзақ уақыт алады, сондықтан ерінемін. Неге бір ай сайын видео шығарасың? Но енді видеолар жиірек шығады. Егер сен аниматор болсаң, масштабный видео түсірмедің. Конечно. Келесі сұрақ. Сәлем Нұрзаман, менің саған қоятын сұрақтарым. Алдағы уақытта қандай видеоларды жоспарлап отырсың? Кешір, бірақ мен алдағы шығатын видеоларға спойлер бере алмаймын. Но жоспарлап жүрген идеялар бар. Арнаңда неше жазылушың болғанын қалайсың? Өзіңнің кейіпкеріңді неше рет ауыстырдың? Менің кейіпкерім осылай ауысты. Білмеймін, бұл ауыстырылуға жатама, жатпайма. Шетелдік аниматорлардан саған қандай арналар ұнайды? Шетелдік аниматорларды танымаймын. English or Spanish? Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Сен кімсің вообще? Мен авторитетпін, сука, мен қазақпын, нахуй. Ал сен, сука, гей, блядь, неге подписаться етесің, нахуй, шешең, Мен көбісі сұрамаған сұрақтарды қоямын. Хәммесіне жауап бересің деген ойдамын. Ғылымға қызығасың ба? Иә, ғылым маған ұнайды. Ең бірінші подписчигің кім? Ең бірінші болып, өз-өзіме тіркелгенмін. Интровертсің бе или экстроверт? Интроверт. Сыныбыңдағы ең жақсы оқитын оқушы кім? Оны не істейсің? Сені задрот қылған ойым бар ма? Баяғыда осы Free Fire'ға задрот болып ойнаушы едім. Менің каналымда Free Fire аудиториясы туралы видео бар, есличті көріңдер. Неше дипломың бар? Ұмытып тұрмын. Сен жайлы біреу, көп информация білгенін ұнатасың ба? Жоқ, ұнатпаймын, себебі менің әлсіз тұсымды өзіме қарсы қолдануы мүмкін. Менің осы арнамды білесің ба? Біресіңді көрсете аласың ба? 30 күн отжимание жасадың ба? Гигачат болған жақсы ма, әлде сигма ма? Орташа сигма, орташа гигачат болу керек. Келесі сұрақ. Менің неше уақыт болды танысқаныңа? Білмеймін. Где-то 4-5 ай болды-ау. Мені сағындың ба? Мен пупсикпін ба? Иә, сен пупсиксің, пупсик болғандықтан сағындым ғой. Нешедесің? Видео жасау кезінде қиындықтар болады ма? Сенің ютубтаға ең алғашқы досың кім?
мама.